WhatsApp'та екі аккаунт отырғызуға болатынын білесіздер ме? Қараңыздар, менің қарапайым WhatsApp'ым, бірақ менде екі аккаунт тұр. Мінекей мынау екінші аккаунтым. Мінекей екінші аккаунт. Ал бағанағы бірінші аккаунтым. Енді бұны қалай отырғызуға болады? Мінекей қарасаңыздар, қарапайым Playmarket'тің WhatsApp'ы. WhatsApp'қа кіресіздер, төбедегі үш нүктені басамыз, настройка дегенге кіреміз. Мына жерде мінекей птичка тұр. Осыны басамыз. Осыны басқан кезде сіздерге былай шығатын болады. Добавить аккаунт деп шығып тұрады. Осы добавить аккаунт дегенді басамыз. Оны басқаннан кейін кәдімгі қарапайымды қалай WhatsApp дұрыстан жетеміз, дәл сондай принять продолжить. Мына жерге өздеріңіздің номеріңізді жазасыздар, және сіздердің телефондарыңызға код кіреді, сол кодты жазасыздар. Сол кодты жазғаннан кейін жаңағындай болып шыға келеді. Яғни сіздерге екі аккаунт болады. Қалаған біреуіне қайсы біріне кіріп отырамын десеңіздер, жаңағындай аккаунтты басып кіріп отыра берсеңіздер болады. Мінекей настройкаға кіріп, мына жерден аккаунттарыңызды таңдап ала берсеңіздер болады. Екі аккаунт бір WhatsApp'та қосылатын болды, достар. Пайдаланыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Каналға подписка, видеоға лайк.